Ассалаумағалейкум достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 11-11 көлемді үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Бізде бірінші кіреберіс және дәліз. Оның көлемі 6,80-2. Келесі бізде жуынатын бөлме. Оның көлемі 3,40-2,50. Келесі бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 4,10-3,40. Келесі бізде бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 5,3. Келесі бізде екінші жатын бөлме. Оның да көлемі 5,3. Және бізде соңғысы зал. Оның көлемі 6,80-4. Және де сызбада қызылмен белгіленіп тұрған қабырғалар, олар үйдің ішкі негізгі қабырғалары, несущая стена. Құрметті достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Және де видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.